Менің аядай ғана кеңсеме қош келдің, досым. Иә, Альберт, менің жасыма келгенде екі түрлі шұлық күйге болады деп сен айтып едің. Нобель сыйлығын алған кезінде айтқансың. Бірақ шұлықтың біреуінің жоғала беретін несі? Онсы несі? Сол жайлы сен ойландың ба? Осы мәселені шешпесем болмас. Бұл сенің салыстырмалық теорияңнан анағұрлым күрделірек мәселе. Әлгі шұлық жегіштердің біреу шығар. О? Еге ойрақ. Тағы да еге ойрақ. Ей, сен біздің үйде не істеп жүрсің? Я, бұл біздің үй. Қолымда ұрттыңдар ғой, жіберіңдер. Мынаны жекелеп бастыққа апарайық. Бастық? Үлкен бастық деген сол ма? Оны танисыңдар ма? Танығанды қандай? Оны бәрі таниды. Бірақ ол бізді кейде шатастырып алады. Тек мойын ұрақшымыздан ғана ажыратады. Қанекей, мойын ұрақшыңды тағып алайын. Қане? Я, тағып ал. Тездет, профессор келе жатыр. Қайда болдың, Туламор? Мен Туламор емеспін. Туламор менмін. Бұдан әрі қалжыңдарыңды көтермеймін. Мойын орағышың өзіне қайтар, Рамзес. Менімен бұлай қалжыңдамаңдар. Мына алакөгін кім таға? Біз оны профессордың кеңсесінен ұстап алдық. Солай ғой, өншек. Профессордың